Жапондық аса жеңіл салмақтағы чемпион Наоя Инуэ оңай жеңістерге ұмтылмайтын, тек мықтылармен шығатын мықты боксшылардың бірі. Мансабы басталғалы 10 жылға жуық уақытта ол бірде-бір рет жеңіліп көрген емес. Біз бүгін осы боксшының өміріне шолу жасаймыз. Инуэ 1993 жылы Жапония астанасы Токио маңында дүниеге келген. Отбасында інісі Такума және әпкесі Харукамен бірге өсті. Оның әкесі де бұрын боксшы болған және ұлының бокс жолын қуғанын армандаған екен. Сондықтан әкесі ұлын өзі жеке баптайды. Ол боксшыларды ғана емес, әскерилерді де дайындайтын. Және жаттығуларда, құмда, тауда, баспалдақтарда жүгіру, қолмен жүру, жүзу, арқанға өрмелеу және түрлі психологиялық жаттығулар сынды қиын әдістермен жасайтын. Алғашқы жарысында Инуэ кадеттер арасындағы Жапония чемпионатында жеңіске жетті. Және содан соң бір жылдан кейін әуесқой бокс мансабын бастады. Дебюттік сынында ол қола медалға ие болады. Бірақ оның келесі жекпе-жегі жеңіліспен аяқталды. 2 жылдан кейін жапон боксшысы өзін сенімді сезініп 75 рет қатарынан жеңіске жетті. Бірақ әуесқойдағы шешуші жекпе-жектерде әрдайым жеңіліс дәмін тататын. Осындай жағдайлар 19 жастағы боксшының Лондон Олимпиадасына баруына кедергі болды. Осылайша көп күтпей ол кәсіпқойдағы ұлы мансабын бастады. Және алғашқы кездесуінде филиппиндік Кристин Амаяны нокаутқа жіберді. 2013 жылы ол 7 жекпе-жек өткізіп, барлығын жеңіп, 6-ын нокаутпен аяқтады. Одан кейін ол 8 жекпе-жекте анық жеңіске жетіп, 2 салмақ дәрежесінде әлем чемпионы болып, әлемдік рекорд орнатты. Бірақ оның бұл жетістігін 2 жылдан кейін Ломаченко басып озып, 7 жекпе-жектен кейін әлем чемпионы атанған болатын. Бұдан кейінде де Инуэның қоржыны керемет жеңістермен толып, аты әлемге танымал бола бастады. 2019 жылы ол бүкіл әлемдік бокс сериясында Ноните Донейрмен кездесіп, бір ауыздан шешіммен жеңді. Бұл үшін боксшы Мұхаммед Әли кубогымен қоса $10 миллион сыйақы алды. 2020 жылы қазан айында австралиялық Джейсон Молониді Лас-Вегастан нокаутқа жіберді. Кәсіпқой бокстағы 9 жыл ішінде Инуэ өз бокс стилін қалыптастырды. Ол әрдайым қарсыласын тек қорғануға мәжбүр етіп, екінші қолын қолданбай, көбіне алдыңғы қолмен соққы жаудырады. Жекпе-жектерде жапон боксшысының соққы дәлдігі 80%-ға жетеді екен. Оның стилі көбіне Мұхаммед Әли мен Флойд Мейвезерді еске түсіреді. Боксшы жеке өмірін көпке көрсете беруді ұнатпайды. Ол 2015 жылы жапон қызына үйленді. 2017 жылы оның ұлы дүниеге келді. Инуэ ұлының өз жолын қайталап боксшы болғанын қаламайтынын айтады. Бұдан кейін отбасылық өмірде оның 2 сәбиі дүниеге келді. Инуэның бойы 165 см, ал салмағы 49 кг. 2021 жылы ол Майкл Дасмаринаспен қолғап түйістірді және нокаутқа жіберіп WBA, IBF, зеринг тұжырымдары бойынша әлем чемпионы атағын қорғап қалды. Және бұл өзінің чемпиондық атақтарын 3-ші рет сәтті қорғау еді. Оны отандастары кайбуцу деп атайды. Бұл жапон тілінен аударғанда құбыжық деген сөз. Инуэ Уолт Дисней мультфильмдерінің үлкен жанкүйері және оларды жиі тамашалағанды ұнатады. Инуэның келісім шартында ол әлемнің үздік 50 боксшысының ішіндегі мықты боксшылармен ғана бокстасуы керек деген тармақ бар. Бұл оның мешоктармен шығуды ұнатпайтынын көрсеткендей. Инуэ дін мен ырымға сенбейді, оны ақымақтыққа санайды. Ол атеист. Сіздер Инуэның кіммен жұдырықтасқанын қалар едіңіздер? Менімше Джервонта Дэвис керемет таңдау болар еді. Әрине, ол басқа салмақ дәрежесінде. Ал біз Инуэның әлі де талай тамаша жеңістерге жететініне сенеміз.